Сүйікті жары келмеске кеткен соң, енді оған ештеңенің де керегі жоғын, қандай қымбат дүние-мүлік болса да енді ешқашан қызықпайтынын жүрегі сезген Әлфия қыз ішінен тынды. Анасы болса шылымын үсті-үстіне құшырлана сорып қойып, үзілген әңгімесін қайта жалғады. Израильде тұратын туысымыз бір бай банкирдің баласымен таныстырды. Әке-шешемнің қалауымен. Ол да әкесі сияқты банкир екен. Швейцарияның Цюрих қаласында керемет үй-жайы бар. Жасы 30-ды орталап қалған жігіт еді. Америкада оқыпты. Мінезі ауыр, жер қозғалса қозғалмайтынның нақ өзі. Ол мені бір көргеннен ұнатты. Бірақ шынымды айтсам, оны суқаным сүймеді. Алайда шетелдік жігітке күйеуге шығуға келістім. Неге? Маған енді бәрібір еді. Біздің тұрмыс құруымызға екеуміздің де әке-шешелеріміз рұқсат бермегесін, тіпті өмір сүргім келмеді. Жаны шырылдап, екі оттың ортасында жүрген Маратикті қатты аядым. Одан әрі оны да, өзімді де қинамайын дедім. Көзіне күйік болып жаны азапқа салмайын деп ойладым. Қазақстанға жүрегімді жерлеп, сүлдемді сүйретіп, шетелге кетіп тезірек қарамды батырғым келді. Енді қайтып олардың көзіне түспеймін деп шештім. Сосын не болды? Сосын не болсын? Бір керемет қымбат ресторанда тойымыз болды. Ол той үстінде маған гауһар көзді алтын сырға, жүзік, алқа сыйлады. Тойдан соң бірден әуежайға тарттық. Құдай бірдеңе сездіргендей, оның сыйлаған зергерлік бұйымдарын жол бойы ақырын ғана мойнымнан, саусағымнан, құлағымнан шешіп алдым. Сосын мен жоғалтып алармын, сізде болсын деп, болашақ күйеуімнің қолына ұстаттым. Ол қуана-қуана алды да, қорапшасына ұқыппен салып, костюмнің ішкі қалтасына тықты. Жарқ-жұрқ еткен ұзын лимузиннен түсіп, әуежай ішіне беттей бергенімізде, кенет Маратик қарсы алдымыздан жарқ етіп шыға келгені. Ес жиып үлгергенімше, қолымнан шап беріп ұстады да сүйрей жөнелді. Бір аттам жерде тұрған машина салонынан бірден сүңгіп кеттім. Екеуміз алды-артымызға қарамастан сол қашқаннан мол қашып, тау ішіндегі бір шағын демалыс үйіне бір апта тығылып жаттық. Бір-бірімізді көрмегенімізге тап бір 100, жоқ, 1000 жыл болғандай қатты сағынып қалыппыз. Құшағымызды жазбай, көзімізден жас парлап тұрып, бір-бірімізге серт бердік. Енді ешқашан бір-бірімізден айырылмаймыз деп. Болар іс болып, бояу сіңгесін бір аптадан соң екеуміз қол ұстасып қалаға келдік. Пәтер жалдадық. Осы Алматының қуыс-қуысында біз тұрмаған баспана қалмаған шығар. Бір жылдан соң өмірге сен келдің. Ата-әжең сүп-секімді сары үрпек балапан тәрізді сені көрген соң ашу реніштерін бірден ұмытты. Бәріміз бір үйде бірге тұрдық. Майя Борисовна соңғы күндері мүлде ұйқыдан қалды. Көзі ілінсе болды, шытырман түстер көреді. Басы да, аяғы да жоқ, ылғи бір үрейлі түстер. Үсті басы қызыл ала қан Марат сүйретіліп үйге кіріп келе жата ма? Құдай-ау, сен қанымның түгел ағып кеткенін күтіп отырсың ба? Неге маған жедел жәрдем шақырмайсың деп ренжиді екен. Бүгінде бастырылып жатып ұйқысынан әзер оянды. Қызы сабаққа кетіпті. Жалғыз өзі кофе қайнатып, таңғы асын ішкелі отырған. Кенет ыдыстағы қою қоңыр кофе емес, Мараттың ып-ыстық күрең қаны секілді сезінсін. Аузына апара бере лоқсып, ваннаға қарай тұра жүгірді. Түнімен дұрыс ұйықтай алмаған соң ба, түймедей нәрсе көзіне түйедей көріне бастаған. Ет асса тап бір күйеуінің етін пісіріп жатқандай болады. Бір түйір ет жеуден қалды. Жалғыз қалса дереу марқұм Маратының елесі жанынан табыла кетеді. Күннен күнге жүдеп жадап, көзі шүңірейіп, жағы қушиып, қу сүйегі қалған Майяны тек жұмыстастары ғана, көршілері мен таныстары ғана іштей қатты аяйтын. Ата-енесі де анда-санда үйге келгенде оның тірі аруаққа айналған түрін көріп, ой дүние-ай, екеуі бір-біріне өлердей ғашық болып еді, қандай қиындықпен қосылды. 25 жылдай бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір кешті. Бұл байғұсқа сүйген жарынан айырылу қайдан оңай болсын енді,
деп аяушылықпен қарайтын. Сосын айналайын, өлгеннің артынан өлмек жоқ. Тірі адам тіршілігін жасайды. Мына жалғыз қызыңның қызығын көруің керек. Қайғыға бұлай беріле берме. Оның түбі де, шеті де, шегі де жоқ. Өз-өзіңе қара, дәрігерге көрін, деп жалына бастады. Оның өзі де дәрігерге қаралып, ем-дом алмаса, жағдайының жақсармайтынын түсінді. Қашанғы ұйықтататын дәрімен жүрсін, жүйке тыныштандыратын дәрі-дәрмекке сүйеніп кетсе, кейін халі не болмақ? Амал жоқ. Қызын ата-әжесінің үйіне жіберіп, жыл құстары жылы жаққа қайтып жатқан кезде өзі жүйке ауруларына арналған аурухана табалдырығын аттады. Ауыр қайғыдан қан жұтып, қабырғалары қайысқан Аманжол ақсақал мен Ақмарал бәйбішені іргелес көршілері мен байырғы жолдас жоралары алма-кезек көңіл шайға шақыра бастады. Бастапқыда екеуі түрлі сылтау айтып, ат тондарын ала қашатын. Артынан жанасы жұрт қайғымызға ортақтасып, шын ықылас пейілмен дәмге шақырып жатқанда бас тартуымыз ұят болар деп ойлады. Сол көңіл шайға барған үйлерінің бірінде жиналған адамдар бастапқыда мың құбылған ауа райын, орыс пен Украина арасындағы соғыстың созылып бара жатқанын, базардағы шарықтап кеткен бағаны тиіп қашып тілге тиек етіп отырған. Көп ұзамай солардың біреуі Құранға қарап бал ашатын бір керемет сәуегей жайлы сөз қозғасын. Алдағыны Алла біледі. Көріпкел, балгер, құмалақшыларға бару үлкен күнә, Аллаға серік қосу, деді келген қонақтардың бірі жақтырмай. Сол екен, бағзы көршілер жан-жақтан өз ой-пікірлерін жапырлай ортаға сала бастады. Ой, біздің діндарлар ән салуды да, сурет салуды да күнә дей береді. Бала кезімізде малы жоғалғандар құмалақшы балгерлерге баратын. Құран оқи отырып қара суды теріс ағызатындар жайлы оқып едім. Малдың қу жауырына қарап отырып алдағы қыстың күн райын керемет болжайтын мықты сәуегейлер болған ғой баяғыда. Психикалық ауруларды емдеуге қазіргі медицинаның қауқары жетпейді. Жынданып кеткен небір сырқат адамдарды ерте заманда тек қасиеті күшті бақсылар ғана емдеп жазыпты. Біздің бала кезімізде ауылымызда сынықшы бір әже болды. Жеті атасынан бері тұқым қуған сынықшылардың ұрпағы еді. Ол кісі қыста шанамен жотадан сырғанап ойнап жүріп, трактор басып кеткен баланы қол аяғын ақырын сипалап отырып салып берген. Кейін жер аяғы кеңігесін әкесі аудандық ауруханаға барып рентгенге түсірсе, быт-шыт болған уақ сүйектеріне дейін орын-орнына түскен екен. Қазір сол жігіт аман сау, балдақсыз-ақ шауып жүр, деді төрде отырған шалдардың бірі. Иә, ондай кісілердің күнә деп теріс айналу меніңше дұрыс емес. Жаратушы жалғыз иеміз олардың бойына елде жоқ ерекше қасиетті бекер берді дейсің бе? Қиындыққа тап болған, мұқтаж адамдарға көмектессін деп берген шығар. Сондықтан олардың айрықша қабілеттерін орнымен пайдалану керек деп кеш соңында қонақтар бір мәмлеге келгендей болды. Үйге келген соң да 2-3 күнге дейін қалың ой құшағынан шыға алмай жүрген Ақмарал бәйбіше, сен қарсы болмасаң, мен әлгі жұрт айтып жүрген көріпкелге барайын. Құран аштырып, Маратжанды кім өлтіргенін сұрап көрейін. Егер шынымен де қасиеті мықты болса, баламыздың ажалына кім себепкер болғанын айтар, деді. Қаншама жыл облыстық газетте тілші, бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, бас редактор болған Аманжол Ахметұлы, біздің көріпкел жағалап жүргенімізді таныс біреулер көріп қалса қайтеміз, деп ойланып, жүз толғанып, бірнеше күн үнсіз жүрді. Ақыры жалған намысты қойып, жұрт не ойласа соны ойласын, қашанғы басқалардың қас-қабағына жалтақтай береміз, деп бәйбішесінің көңілі үшін сәуегейге баруға келісімін берді. Оның бұл өзін жібергісі келмей, әркімнен сұрастыра жүріп, әзер дегенде қалаға іргелес ауылдардың бірінде тұратын көріпкер әйелдің үйін тапқан. Тал терегі мол, тып-тыныш көшенің басындағы қос қабат зәулім сарайда тұрады екен. Кең ауланың бір шетінде кісі қабылдайтын шағын үйшігінің кірер аузы қаптаған адам, тіпті ине шаншар жер жоқ. Кезек күтіп отырғандардың
бір-біріне сыбырласа айтқан әңгімелеріне қарағанда көбі күйеуі көзіне шөп салған келіншектер мен жігіті тастап кеткен қыздар сияқты. Сақалды басымен солардың ортасына отырғанына қымсынған Аманжол Ахметұлы тіпті келгеніне іштей өкіне бастады. Шешінген судан тайынбас, ақыры келдік қой, сабыр сақтайын деп өзін өзі қолға алғаны сол еді. Түпкі бөлменің есігі айқара ашылып, қасы көзі қап-қара көрікті келіншек басын қылтитты. Бет пішімі ұйғыр, не түрік ұлтына келеді екен, емшінің көмекшісі шығар деп жорыды бұл. Қазір сіздер кезексіз кіріңіздер, деді таза қазақша. Екеуі асығып, аптығып, сүрініп, қабынып, іркес-тіркес табалдырықтан аттады. Қақ төрдегі биік үстелдің басында жаңағы жас әйел отыр екен. Екі жағында жіп-жіңішке екі шырақ лып-лып етіп жанып тұр. Бұл бөлменің де қабырғаларына алтын әріппен жазылған арабша сөздерді картина ұқсатып қатар-қатар іліп қойыпты. Сірә Құран сүрелері болар деп жорыды. Жеке суретін әкелдіңіздер ме? Деді ол бірден. Ерлі-зайыпты екеуі бір-бірінің бетіне жалт қарасты. Телефонымызда бар ғой. Қазір деп Аманжол Ахметұлы қалбалақтап, сасқалақтап, қолындағы қалта телефонын ашып, баласының фотосуретін тапқанша қатты абдырады. Ақ орамалды көріпкел әйел суретке кірпік қақпастан қадала қарап отырып, ерні күбірлеп, Құран сүрелерін оқи бастады. Сосын көзі жасаурап, даусы дірілдеп, балаңыз кісі қолынан мерт болған екен, деп аз-кем үнсіз қалды. Сәлден соң, кешіру де, түрмеге қамату да өз қолдарыңызда. Жақсы көру мен жек көрудің арасы бір-ақ қадам, деді сенімді үнмен. Естіген сөздерін бойларына сіңіре алмай, қос қария меңірейе отырып қалды. Келесі адам, кіріңіз, деп дауыстады сәуегей әйел. Ертеңіне Мараттың тергеушісі жолдасы ойда жоқта үйге қоңырау шалып, амандық саулық сұрасты. Аманжол Ахметұлы, орталық саябаққа жалғыз өзіңіз келе аласыз ба? Бір әңгіме бар еді, деді. Жазған құлда шаршау бар ма? Бұл құнжындап дереу сырт киіміне жармасты. Телефон соққан кім екен? Деді кемпірі. Ой, кім болушы еді? Бір банктен хабарласты. Кредит аласыз ба дейді. Кредиті құрсын, оны қайтемін, деді бұл түбіт шалғысын мойнына орап жатып. Ау, отағасы, қызбен кездесуге баратын жас жігіт ұқсап, тәуір киініп қайда кетіп барасыз, деді Ақмарал бәйбіше кекесінмен. Үйде отыра ішім пісіп кетті. Көшеге шығып, қан таратып, сайбақта біраз серуендеп келсем бе дегем, деп күмілжіді бұл. Ертерек айтпадың ба? Мен де бірге шығатын едім ғой, деп күңкілдеді Ақмарал ханым. Ой, бәйбіше, сені білемін ғой, ырғалып-жырғалып үйден шығамын дегенше күн батып кетер. Одан да әлпеш сабақтан келген соң, екеуің Майя келіннің хал жағдайын біліп келерсіңдер, деді де зып етіп үйден шығып кетті. Енді сәл бөгелсе, жұбайы етегінен ұстап жібермей қалардай жанталасып такси ұстады. Шақырған уақытынан бұрын барған екен. Жапырақтары түсіп, сидиып, құр қаңқасы ғана қалған зәулім ағаштарды ұзақ аралады. Көптен өз ойымен өзі оңаша қалғаны осы. Апырмай, жалғыз өзімді неге шақырды екен? Кемпірімнен жасырып, маған не айтпақ болды екен? Дей берді ішінен. Біреуді күткен кезде уақыт өтіп бола ма? Тұла бойын, қойны қонышын күзгі қара суық тіміскілеп тінткені сонша, қол аяғы тоңып, тісі тісіне тимей, күллі денесі қалтырай бастады. Жерге тапталып, алды шірей бастаған қарала, сарала қалың жапырақты кешіп, терең ой үстінде келе жатқан таныс жігітті алыстан көзі шалған оның жүрегі солқ ете түскендей болды. Өлер балам өлді, енді неден қорқамын? Алланың басқа салған сынағын қасқайып тұрып қарсы алайын, деп ойлаған ол, бойындағы бар күш-қуатын жинауға тырысты. Аманжол Ахметұлы, аман сау жүрсіз бе? Апамыз қалай? Деп қол алып амандық сұрасқан тергеуші жігіт байыпты үнмен. Шүкіршілік етіп отырмыз ғой, деді бұл барынша жайбарақат көрінуге тырысып. Келгеніңізге көп болды ма? Суық тиіп ауырып қалмаңыз әйтеуір. Жүріңіз, жақын маңдағы бір кафеға барайық.
Ыстық шәй ме, кофе ме бірдеңе ішейік, деп тергеуші жігіт бәйек болсын. Жарайды қарағым, барсақ барайық, деп бұл оның сөзін құптай кетті. Бір аққұман сүтті шәй мен ыстық самсаларға тапсырыс беріп, жайлы орынға жайғасқан соң Аманжол Ахметұлы: «Не жаңалық айтасың қарағым?» деп қасындағы жігіттің көзіне қадала қарады. «Бірі жақсы, екіншісі жаман хабар. Қайсысынан бастайын?» деді ол ыстық шәйін қолындағы қасығымен асықпай былғап отырып. Ақсақал аз-кем ойланып қалды. Сосын: «Жақсы хабарыңнан бастай бер, жаманат қайда қашар дейсің?» деді жүрегі дүрс-дүрс етіп. «Сүйінші, Мараттың Мұрат деген 3 жасар ұлы бар екен», деді тергеуші жігіт ақырын, бірақ анық үнмен. Басқаны күтсе де мұндай жаңалықты күтпеген Аманжол ақсақал не күлерін, не жыларын білмей сасқалақтап қалды. Баланың анасы Құралай деген қазақ қызы, Мараттан 10 жастай кіші. «Ол да дәрігер ме екен?» деді ол аузына басқа сөз түспей. «Жоқ, журналист. Сірә Мараттан сұхбат алуға келіп, бір-бірін ұнатып қалған-ау», деді тергеуші жігіт ыстық шайын үрлей ішіп отырып. Ал ақсақал болса тас мүсін құсап қақшиған қалпы отырған орнынан қимылдауға қаймықты. Тіпті өз құлағына өзі сенбеді. Бұл бір тәтті түсім болмаса жарар еді, деп ойлады. «Артында шаңыраққа ие болар ұлы қалыпты, соған да шүкір етіңіз», деді жаңағы жігіт. Аманжол Ахметұлы көзінен ышыған мөлдір тамшыларға ие бола алмай қалды. Өлгені тіріліп, өшкені жанғандай болған ол. «Шүкір, Аллаға 1000 сан шүкір», деді күбірлеп. Екі көзінен тарамдала аққан ып-ыстық жасын сүртпестен үн-түнсіз ұзақ отырды. «Енді жағымсыз жаңалығыңды айта бер қарағым». Ұзаққа созылған үнсіздікті оның сәл қарлығыңқы үні бұзды. Тергеуші жігіт көз әйнекті арық шалдың бетіне зер сала байыппен қарады. Сосын: «Мараттың үйіне жақын маңдағы автотұрақтың және азық-түлік дүкенінің сыртқы бейнеу бақылау камераларын тексердік. Марат әйелінің чемоданын үйге кіргізе салып өз көлігіне асығыс мініпті. Іле-шала Майя Борисовна да сыртқа атып шығып, үйдің тап қасынан жанұшыра такси ұстап күйеуінің ізіне түскен сияқты», деді күмілжей отырып. «Жоқ, олай болуы мүмкін емес. Бұл жала. Ол екеу бір-бірін өлердей жақсы көріп қосылған», деді Аманжол Ахметұлы ышқына дауыстап. «Мен сізден бұрын алдымен Майя Борисовнамен жолықтым. Күйеуінің басқа жанға көңілі ауғанын ол көптен бері сезіп жүр екен. Сол қанды оқиға болатын түні Мараттың ізінен қалмай таксимен ілесе отырып әлгі журналист қыз тұратын үйдің жанына барыпты. Мараттың машинасы тоқтай бергенде бірден көлігіне баса көктей кіріпті. Қызғаныштан қаны қарайып, көзі түк көрмеген ызалы әйел ашу үстінде өз-өзін ұстай алмапты. Үйден шығарда қолына іліккен ас үй пышағын бірден күйеуінің қақ жүрегіне сұғыпты. Қанша дегенмен адамның жанды жерлерін жақсы білетін дәрігер емес пе? Қан әбден атқылап, соңғы тамшысы сарқылғанша тапжылмай отырып, есіктің тұтқасын, өз қолының ізі қалдау деген жерлердің бәрін мұқият сүртіпті. Сосын қан шашыраған өзінің ақ плашын шешіп, ішкі астарын сыртқа айландырып, білегіне іле сала, жан ұшырып үлкен көшеге шығыпты. Өзінің айтуынша бірден такси ұстап, келген ізімен кері қайтыпты. Машинаның алдыңғы есігін әдейі ашып кеткен екен. Көшеде қыдырып жүрген біреулер көл-көсір қанға малшынып жатқан адамды көріп, жедел жәрдем шақырыпты. Дереу полиция да жетіпті. Ол үйге келе сала қанға малынған сырт киімін, сабынмен жүзіне қан қатқан өткір пышағын бір целлофан қалтаға салып, сырттағы қоқыс жәшікке апарып тастапты. Бұл тартпайтын дәлелдер келтіре отырып, бар кінәсін мойнына қойдым, деді талайды көрген тергеуші жігіт бір сарынды қатқыл үнмен. Жарын жанындай жақсы көретін жалғыз келіннен тап осындай қатыгездік күтпеген Аманжол ақсақал есінен танып қала жаздасын. Кеудесін тепкілеген байғұс жүрегін қос қолымен ұстаған қалпы тастай қатып қалды. Көзінен бір тамшы жас та шыққан жоқ. Сірә бағана сүйінші
Хабар естіп егіл-тегіл еңірегеннен сарқылып қалдым екен. Қарағым, деді біраздан соң тілге келіп. Дүнияда намысы тапталып, бойын сұмдық қызғаныш билеген әйел затынан қауіпті ешкім болмайды екен ғой. Соны осы жасқа келгенде енді ұқтым, деді көзін бір нүктеге қадаған қалпы. Әлпешімнің жүрегін одан әрмен жаралағым келмейді. Өзі де ауыр қайғыдан еңсесін көтере алмай жүр. Енді оның шешесін түрмеге қаматсақ, әкесі тіріліп келе ме? Ой аға, осындай адам айтқысыз ауыр қылмысқа барған күнәһар әйелді жазаға тартпай, жайдан жай жібере саламыз ба сонда? Ар жазасы бар жазадан ауыр дегенді ертеректе бір кітаптан оқып едім. Бейшара әйелдің онсыз да ар жазасынан азап шегіп, күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айрылғаны түрінен көрініп тұр ғой. Тірі аруақ сияқты. Өзің ойлап қарашы, дені сау адам жайдан жай психодиспансерге бара ма? Бәлкім жүйкесі ауыратындардың ауруханасына жатсам, түрмеден құтылармын деп ойлаған шығар. Жаулы қазан жабулы күйінде қалсын қарағым. Ерте ме кеш пе бәріміз де ұлы жаратушының алдына барамыз. Сонда ол өз күнәсі үшін өзі жауап берер, деді Аманжол Ахметұлы кесімді үнмен. Тергеуші жігіт не айтарын білмей, қос қолымен шекесін уқалай берді. Айтпақшы, маған әлгі журналист қыздың мекен жайы мен телефонын жазып берші қарағым. Алла ғұмыр берсе, енді бойдағы бар күш қайрат, жиған тергенімізді кішкендей Мұратжанға жұмсайық. Баламыздың артында қалған тұяғы ғой, тездесіп үйге барып әжесін қуантайын, деді де орнынан серпіле сергек тұрды. Құрметті тыңдармандар, егер де әңгіме ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, арнаға тіркеле кетуді ұмытпаңыздар.